Endi biz kişi ne o'tdik? Order blok, breaker blok. Endi bugun bizde mitigation blok. Mitigation blok. Mitigation blok degenimiz qanday? Mitigation blok degenimiz, который bizдің линияларды стоп алмаған моменттер. Біздің линияларды стоп алмаған моменттер. Біз енді ордер блокта не істейтін едік? Барлығын стоп алған қарайтын едік. Артында стоп алған ба, алмаған ба қараймыз. Ал енді бұл жақта керісінше бізде не істеу керек? Стоп лост алмау керек. Стоп лост алмай тренд ауыстырған жер бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Мысалыға мына жерді қарасақ болады. Мысалы тренд жалғасып бара жатыр. Мына жерде мына артының не істерін аламады? Стоп лосстарын аламады. Значит, бұл стоп лосты ала алмаған жерден трендті бағытты ауыстыратын болса, бұл бізде не болады? Mitigation блок болады. Міне. Яғни стоп лост артқы жақтағы стоп лосттарды алмай трендті ауыстыратын болса, значит, бұл не болады? Бізде дополнительный трендтің жалғасын көрсетеді. Яғни мына жерде бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Яғни бұл не болады? Mitigation блок болып саналады. Түсінікті ма? Яғни біз ордер блокта тек қана стоп лост алған жерлерді қарайтын ек қой. Ал енді бұл жерде всегда стоп лост ала бермейді. Бізде моменттер бар, стоп лост алмайды. Мына қараңыздар, мен тоже так же. Мынау ешқайсының стоптарын алып тұрған жоқ, мынау яғни мынадан биік болып тұрғандықтан, мынау бізде стоп лост аламайды. Енді осы стоп лосс ала алмаған линиядан уже как обычно трендімізді ауыстыратын болса жоғары қарай, значит, мына бірінші тұрған жасыл бізде не болады? Mitigation блок болып саналады мына. Mitigation, яғни стоп алмаған моментте трендті ауыстыратын болса, бұл зона бізде mitigation болады. Енді біз брекер блоктың керісінше түрі. Біз брекер блокта біз бірінші не істеу керек еді? Ликвидность алу керек, трендті ауыстыру керек. Сол бізде не болатын еді? Брекер блок болатын еді. Ал енді mitigation блок дегеніміз осы тренд ауыстырмаған, яғни стоп алмаған линияда трендті ауыстырған болатын болса, сол бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Түсінікті ғой? Яғни екеуінің айырмашылығы брекер блокта бізде бірінші стоп лосс алу керек. Одан кейін барып ол не болады? Брекер блок болып саналады. Стоп лосс алу керек, тренд ауыстыру керек. Сол кезде ол бізде брекер блок болып саналады. Ал енді mitigation блокта бізге керісінше артында стоп лосстарды алмай тренд ауыстыратын болса, сразу ол бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Яғни артқы бағыттағы стоптарды алмайтын болса, онда ол не болады? Mitigation блок болып саналады. Мына жерде алған, қараңыздар, сразу уже көзге көрініп тұрады. Алған, значит, бұл бізде ордер блокқа қарайсыздар. Стоп лосс алмаған жерлерді қарайық. Міне, мына вершиналардың бәрі стоп лосс алмаған. Міне, мыналар стоп лосс алмаған. Өйткені мынаны барып ала алмаған ғой. Міне, мынаның бәрі стоп лосс алмаған линия болып саналады. Яғни каждый тренд ауыстырған жерінің бәрі бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Мына жерде алынған стоп, бізге mitigationды табу үшін стоп лосс алынбаған бағыттар керек, Міне, мынаның бәрі стоп лосс алмағандар. Мынау ала алмаған, мынау тренд жалғасып жатыр ғой. Осы жердегі мына свечаның бәрі бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Түсінікті ғой? Тоже просто брекер блоктың керісінше түрі. Брекерде біз ордер блок бірінші жасау керек, ликвидность алып, ордер блоктан кейін тренд ауыстыру керек, тренд ауыстырған жер бізде брекер блок болып саналады. Ал енді бұл жақтан керісінше, яғни біз әрбір стоп алмаған моменттерде не істемейміз, жібермейміз, мына жерде тренд ауыстырды ма, значит, мына жерде брекер блок болып саналады. Мына жерде тоже стоп ала алмады ма? Жоқ, мынаның стопын алған бұл. Мынау брекер болып кетеді. Мына.
мынаныкін ала алмаған міне. Бұл да мына жерде болады брейкер блок, ордер блок міне. Ордер блок, ой, ордер блок деп, mitigation блок. Mitigation, яғни стоп алмаған моменттің бәрі ол бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Ал егер стоп лосс алатын болса, трендті сол жерде ауыстыратын болса, ол бізде не болады? Брейкер блок болады. Яғни бұл жерде логика екеуінде. Мысалға, ордер блокпен ордер мен брейкер бірге жүреді. Ордер дегеніміз ликвид алып, тренд ауыстырған жер брейкер болады, ал ордерде осы екеуінде орындау керек міне. Тренд ауыстыру керек, ликвидін салу керек. Одан кейін барып тренд ауыстырған жер бізде брейкер блок болады. Трендті ауыстырған жері бізде уже не болады? Брейкер блок болып саналады. Ал енді mitigation блоктағы қайтеміз. Mitigation бізде мына ликвид керек емес. Бірақ ол не істеу керек? Трендті ауыстыру керек. Яғни ликвид алмаған, стоп-лосс алмаған моменттерде трендті ауыстырған момент ол бізде не болады? Mitigation болып кетеді. Mitigation болып кетеді. Түсінікті ма? Сонда бұл жерде разница только ликвидта ғана болып тұр. Брейкерде ликвид алу керек, mitigationsде ликвид алмай ақ қою керек. Яғни алмау керек. Түсінікті ғой? Яғни ордерде біз не істейміз? Ликвид алғанын күтеміз. Mitigationsде стоп алмағаны керек. Түсінікті ғой? Енді данный момент қазір ең соңғы графикада көрейік. Mitigation блок қай жерде бар? Бұл смарт money стратегиясында, алдыңғы өткен стратегиясының барлығы бізде не істелінеді? Барлығы ең азы 1 сағатты таймфреймде жасалады. Түсінікті ғой? Енді қараңыздар, мына жерде бүкіл вершина әлі ешқайсысын стоптарын алмаған. Значит, мына жерде стоп-лосс алмаса, тренд жалғастырып жатқан бағытта кәдімгі біздің брейкер блогымыз бар ғой. Брейкер, е? Брейк зоналар, брейкаут зоналар, міне. Мына жерде қазір бізде не болады? Mitigation блок болады. Яғни трендтің бұл қайтадан жалғасу, қайтып былай келген кезде можно не істеуге болады? Жоғары қарай позиция шығуға болады. Мына жерде тоже қараңыздар, мынау стоп алмаған артыңғысынан биік. Яғни тренд қараңыздар, жалғасып жатқан кезде мына артындағы стоптарды алмайтын болса, значит бұл mitigation блоктың нелері болады? Трендтары болады. Яғни трендті қайтадан ауыстыра ма сол жерден? Қызылды қиып, значит тренд қайтып не істейді? Жоғары қарай жалғаса береді. Яғни өсіп келе жатқан бағытта мына артындағы стоптарды алмағанын қарайсыз. Артындағы стоптарды алмаса, значит мынау бізде не болады? Mitigation блок болып саналады. Стоптарды алмаған моменттер. Түсінікті ғой? Енді бұл жерде қалай белгілейміз? Бұл жерде қараңыздар. Мына мен мына қызылдың денесін полный ала беремін. Міне. Енді қараңыздар. Бұл бізде mitigation блок болды. Енді біз қараңыздар. Брейкер блокты белгіледік, ордер блокты белгіледік, mitigation блокты белгіледік. Яғни біз smart money бойынша 3 не бар дедік? Ордер бар дедік. Енді бұл ордерлердің ішінде біздің линиямыздың арасы қанша доллар болып тұр? 3401 мен 3399, 2 доллар болып тұр. Енді баға осы линияның ішіне кірген кезде біз 15 минуттық таймфреймге барып не істейміз? Подтверждение іздейміз. 15 минуттық таймфрейм ішіне барып подтверждение іздейміз. Ол үшін баға бірінші не істеу керек? Линияға келу керек. Линияға келіп, линияның ішінде ең төменгі нүкте жасайтын болса, міне, мысалға мына линияның ішіне кіріп, ең төменгі нүкте жасайтын болса,
баға түсіп келе жатқан кезде бірінші тұрған жасылды қиятын болса, біз сол кезде ғана не істей аламыз? Позиция аша аламыз. Яғни 15 минуттық таймфреймнің ішінде де ол не істеу керек? Кішігірім өзінің трендін қию керек. Ол қалай? Дәл мынау сияқты мысалға, мынау біздің жаңағы mitigation немесе ордер блогымыз деп ойлайық, ә? Міне. Мынау қандай да бір блогымыз. Баға линияның ішіне келді. Баға линияның ішіне келгеннен кейін ең төменгі нүктесін қараймыз. Ең төменгі нүктеде бірінші тұрған жасылды қиятын болса, значит, мына жерде бізде подтверждение бар деген сөз. Значит, біздің жасылымызды қиса, сразу позиция не істей аламыз? Жоғары қарай аша аламыз. Яғни, біз ордер блок, брейкер блок, mitigation блоктарды белгілеген кезде, белгілеп қойған линияға баға қайтадан келетін болса, біз 15 минуттық таймфреймде не істейміз? Подтверждение іздейміз. Яғни 15 минут таймфреймнің ішінде де өзі не істеу керек? Трендін ауыстыру керек. Дәл мынау сияқты, міне. Мынау біздің брейкер, ордер или mitigation блок болуымыз мүмкін. Енді біз бағаны жоғары қарайтын болсақ, ол баға линияның ішіне кіріп, ең төменгі нүкте жасап, бірінші тұрған жасылды, яғни трендті ауыстыратын болса, біз сол жерден не істей аламыз? Жоғары қарай позиция аша аламыз. Яғни 15 минуттың ішінде де ол не істеу керек? Ой, извиняюсь. Өзінің ішінде не істеу керек? Трендін ауыстыру керек. Трендті ауыстырғаннан кейін барып, біз уже не істей аламыз? Жоғары қарай позиция аша аламыз. Түсінікті ғой? Енді шортта қандай болады? Бір минут.